Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді және өте әдемі мини пончиктер дайындайтын боламыз. Сіздердің балаларыңызға міндетті түрде ұнайды және ең бастысы осындай мультипекарда майсыз пісіріледі. Үй температурасындағы сары майымыздың үстіне қантымызды, шымшым тұзымызды салып араластырамыз. Сосын массамыздың үстіне біраз қасық ұнды салып жақсылап араластырып шығамыз. Массамыз осындай қоюлықта шығуы керек. Одан кейін 3 жұмыртқамызды кесек-кесек салып араластырамыз. Яғни бір жұмыртқамызды саламыз, араластырып, тағы да жұмыртқамызды салып араластырамыз. Массамыздың үстіне сүтімізді құйып араластырамыз. Ұнымыздың үстіне қопсытқышты ванилинді салып араластырып, ұнымызды массаның үстіне салып миксермен жақсылап араластырып шығамыз. Дайын болған массамызды қызып тұрған мультипекарда пісіріп аламыз. Енді глазур дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның ағын ағарғанша жақсылап араластырамыз. Ағарғаннан кейін қант ұнтағын аз-аздан салып араластырып тұрамыз. Массамыз осындай болып шықты. Үстіне лимон шырыны мен ванильный сахарды салып жақсылап араластырып шығамыз. Дайын болған глазурды 3-ке бөліп бояулармен араластырып шықтым. Шоколадты глазурды дайындау үшін шоколадты микроволновкада жақсылай бердіп, үстіне қаймақты қосып араластырамыз. Дайын болған пончиктерімізді глазурларымызға батырып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша пончиктердің бетін әсемдесеңіздер болады. Осындай өте дәмді, өте әдемі пончиктеріміз осымен дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.